Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Бүгін біз сіздермен биыл үлгісі 3-ші тестті талқылайтын боламыз. Бірінші сұрақтан бастаймыз. Төменде тең шеңберлерден құралған фигурада АВ тең 16 см болса, СД неше сантиметр? Адан Б-ға дейін бізде 16 см, Адан Б-ға дейін неше радиус бар, соны санауына. 1 радиус, 2, 3, 4 радиус. Демек, бұл жерде общий ұзындығы 16 болса, оны 4 бөлікке бөліп беретін болсақ, каждый радиусымыз бізде 4-терден болады. 4, 4, 4, 4. Бізде тең шеңберлерден құралғандықтан, біреуінің радиусы 4 болғандықтан, барлығында радиусы 4 болады. Демек, СД неше сантиметр дейді? Бізде СД сонда 4-ке 4-ті қоса саламыз, шығады 8 сантиметр. Жауабы В. Теңдеуді шешіңіз. Бұл теңдеуді ең әуелі аралас бөлшектерді дұрыс бөлшекке айналдырамыз. X-ті алымына көбейтіп жазғанымыз ыңғайлы. 1-де X-ға көбейтсем X-тен шығады. 4-тен 3. Ортақ бөлім берейік. Мына жақта ортақ бөлімі 4. 4-ті 4-ке бөлсем 1. 11X-ті 1-ге бөлсем 11-ден шығады. Бұл жерде 1, минус 4. Тең. Мына жақта ортақ бөлімі 4 болады. 4-ті 2-ке бөлсем 2, 4-ті 4-ке бөлсем 1. 2-ні X-ға бөлсем 2X, ортасында қосу бар, 3-ті 1-ге бөлсем 3. Теңдіктің екі жағындағы 4-терді қысқартсақ болады. Егер теңдіктің екеуі де астында тұрса ғана. Онда бізде 2X қосылған 3 саны қалады. Енді X-тарды бір жаққа жинаймыз. 11X плюс болғандықтан 2X-тің алдындағы плюс, бергі бетке минус болады. Алдына минус береміз, арғы бетке плюс таңбасымен өтеді. 3 қосылған 1. 11-ден 2-ні азайтсақ 9X тең 4. X-ті табу үшін 9-ды 4-ке бөлеміз. Сонда бізде 9-дан 4-ке бар. Бұны да жауабы бар. Үшінші сұрақ. Өрнектің мәнін табыңыз. Екеуі де модульдің ішіндегі екен. Ортақ бөлімнен әдеттегідей 60 болады. 60-60-қа бөлсек 1, 15-ке бөлсек 4, 7 минус 4. Минус модульдің ішінде минус 3. 60-тан 3 болады. Модульсіз жазайын. Модульдің ішінен всегда плюс таңбасы шығады. 10-3. Ортақ бөлімі екеуінде де 60. 60-60-қа бөлсек 1, 60-қа бөлсек 6. 3 минус 18. 3-тен 18-ді айтсам минус 15. 60. Екеуін қысқартамын. Екеуі де 15-ке бөлінеді. Қысқарту деген екеуінде бір санға бөлуіміз керек. 60-тан 15-ке бөлсек 4, 15-тан 15-ке бөлсек 1. Және алдында минус жасап болады. Жауабы минус 4. Сандарды салыстырыңыз. Рационал сандарды салыстыру кезінде біз оларға алымының биномиясы бөліміне ортақ бөлімге кетіреміз. Яғни алымның немесе бөлімінің бірінші санға айналдыруымыз керек. 5, 4, 5 барлығы да 20-ға оңай айналады. 5-ті 4-ке бөлсем 20 болады. Бөлімін 4-ке бөлсем 6-ды 4-ке бөлсем. 4-ті 5-ке бөлсем 20. Олай болса, 3-ті 5-ке көбейтемін. 5-ті 4-ке бөлу арқылы 20 болады. Сонда А тең минус 20-дан 8, В тең минус 20-дан 15, С тең минус 16 бөлінген 20. Біздер бөлшек кезінде егер алдындағы таңбалары минус емес плюс болған жағдайда біз ең үлкені ол алымына қарау арқылы алар едік. Ең үлкені алымындағы ең үлкен сан ол ең үлкен болады. Егер бізде бөлшектің бөлімдері тең болса. Ал егер осылар минус болған жағдайда керісінше болады. Ең кішкентайы
минус 20-дан 16, одан үлкен болады минус 15-тен 20, ал одан үлкені минус 8-ден 20. Себебі бұл сан нөлге өте жақын қасындағыларына қараған кезде. Демек, біз бұны С дедік, С-дан үлкен Ф, ал ең үлкені А болады. Жауабы Е. Төменде координатталық түзуде көрсетілген нүктені табыңыз. 2 мен 3-тің арасында 2 мен 3-тің арасы 5 бөлікке бөлінген. 2 бүтін бірінші нүктені табу үшін 2 бүтін 5 бөлікке бөлінгендіктен бөлшектің бөлігіне 5 жазамын. Бірінші нүкте болғандықтан бөлігіне 1 жазамын. Ал мына 2 бүтіннен басталады 5 бөлік екінші нүкте. 2 бүтін 5 бөлік, міне ол үшіншісі. Төртіншісі 2 бүтін 5-тен төртінші нүкте болғандықтан 4 болады. Бізге де осыны сұрап тұрған. Ал енді біз жауаптарға қарайтын болсақ, барлығы да ондық бөлшекпен келеді. Ал бізде аралас бөлшек. Сондықтан оны ондық бөлшекке айналдыруымыз қажет. Сонда бізде 2 бүтін 8 сан шығады. Біз оны 2 бүтін 8 деп жаза аламыз. Алтыншы есеп, амалды орындаңыз. Жақшаның алдында көрінбей тұрған плюс бар. Плюс пен плюсті көбейтеміз, жақшаларды жоқ қыламыз. Сол кезде плюс пен плюсті көбейтсек, бәрібір плюс шығады. Плюсті біз жазсақ та болады, жазбасақ та болады. Ал минус пен минусты көбейткен кезде плюс санын береді. Плюс таңбасын береді бізде плюс 10, ал плюс пен минусты көбейтсек, минус таңбасын береді. Нәтижесінде біз 19 санын аламыз. Жауабы бар. Төмендегі координата сәулесіне қарағанда жауаптардың қайсысы дұрыс емес? Біз осыған аса қатты назар аударуымыз қажет. Өйткені біз дұрыс деу арқылы сұрақты дұрыс оқымау арқылы қате жауап беруіміз мүмкін. Так, 0-ден бастаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6-шы. Мына жақта минус 1, минус 2, минус 3. Біріншісінен бастап тексерейік. Аның орнында минус 3 тұр, минус 4. Бұл тұжырым бізде қате. Демек, дұрыс емес. Өйткені минус 4 ол мына жақта біз координаталық өсте білеміз. Әрдайым оң жақтағысы үлкен болып отырады, сол жақтағысына қараған кезде. Ал мына жерде бізде минус 4-ті үлкен деп қойған. Демек, бұл дұрыс емес. Бізге де сұрағаны дұрыс емесін тап деген еді. Төменде центрі М, P және N болатын тісті шеңберлер берілген. Бұл тістісі бір рет айналған кезде, яғни ең үлкен шеңберіміз бір рет айналатын болса, онда N тістісі 8 рет айналады. Мынау 8 рет айналады. Бүтір, яғни тісті бір рет айналса, онда N тістісі 4 рет айналады. Екеуінің разницасы 2 есе, 8-ді 4-ге бөлсек 2. Енді сұраққа көшейік. N тістісі, яғни N 4 рет айналатын болса, онда N тістісі неше рет айналады? Екеуінің арасы неше есе еді? 2 есе еді. Демек бізде M саны бұл көп болып тұр, M шеңбері. Сондықтан мынау 2 есе кішкентай. Демек бұл 2 рет. 4-те 2 бөле салыңыз. Жауабы 2 рет. Төмендегі параллелепипедке неше дана куб салуға болады? Кубтардың өлшемдері бірдей. Біз бұл жерде көлем таба саламыз. Ол үшін бізге әрбір қырларын есептеу қажет. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8. Mına жақта 8. Mına жақta 1, 2, 3, 4, 5. Mına жақta 1, 2, 3. Demek kөлемін тапқан кезде ұзындығы ені биіктігін көбейтеміз. Мына жақта 8 болды. Көбейтеміз еніне, ол жағы 5 болды. Көбейтеміз биіктігіне 3 болды. Біз санау барысында көп қателік жіберуіміз мүмкін. Мына жерден бастап, яғни 7, мына жағында 5 деп санап кетуіміз мүмкін. Бұл жерде мына бұрыштағы көбек бізде 2 рет саналады. Сонда 8-ді 5-ке бөлсең 40, 40-ды 3-ке бөлсең 120. Демек 120 көбек салуға болады екен. Мына жәшіктің ішіне. Жауабы С. Төмендегі суреттегі көрші нүктелер арасы 1,2 см болса, онда V-дан A-ға дейін жүрген өрмекші неше миллиметр жүрді? Бізге жауапта миллиметрмен сұрап тұр. Демек, біз әуелі сантиметрмен шығарып алайық. V-дан A-ға дейін жүру керек. Көршілес дегеніміз екі нүктенің арасы дегеніміз. Бұл екі нүктенің арасы 1,2. 1,2, 1,2. Осылай 1,2-лерді жазып шығамыз. Бұлардың нешеуі бар? Бұларды бір-біріне қосып отпай-ақ, неше аралық бар, неше бөлік бар, соларға солған көбейте салғанымыз дұрыс. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Demek 18 rет 1,2'ni қосамыз. Oluşa biz 18'de 1,2 көбейте салғанымыз дұрыс. Нәтижесінде біз 18 көбейтілген мынаны дұрыс бөлшекке айналдырар болсақ, 10-нан 12 шығады бізде. 2-ні қысқартайық, 2-ді 2-ге бөлінеді. 5, 6, 18 пен 6-ны көбейтетін болсақ, 8 астында 5. Бұл жерде сантиметр шығады. Ал бізде жауапта миллиметрмен көрсетіледі. 1 сантиметрде 10 миллиметр болғандықтан біз бұны 10-ға көбейтеміз. 2 қысқарады. 2, 8 көбейтілген 216 миллиметр. Жауабы 210. 400 секундты минутқа айналдырып, жуып жазыңыз. 1 минутта 60 секунд бар. 400 секундта қанша минут? Біз 400-ді просто 60-ға бөлеміз. Нелер қысқарады. Шығады жуық мәнде 6,6, яғни 6 дегеніміз периодта кете береді. Жуық шамада біз оны 6 дегеніміз 5-тен өткен, сондықтан 7-ге жақынырақ. Мағынада ол жетілмейді. 12-ші есеп. Суретте екі түрлі тік төртбұрыштардан құралған фигура берілген. Осы фигураның бізге периметрін табу қажет. Периметр дегеніміз ол барлық сыртқы қабырғаларының қосу деген сөз. Ішкі қабырғалар емес, сыртқы қабырғалар. 8-ге қарамағысы 8. Мына жерлер бізде 2 деген екен. Демек барлығы 2 болады. Ал мына жерлер олар 4. Мына жерлер 4. 8-ден 2 бар. 8-ден 2 бар. 4-терден нешеу бар екен? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4-терден 8. Ал 2-лерден 1, 2, 3, 4. 16, 32, 8. Бізде шығады. Жауабы
Төменде нұсқалардың қайсысында берілген екі сан арасында ең көп бүтін сан бар? Адам бастайық. Ең үлкені бізде 16, одан азайтамыз. Минус 2. 16 мына жер плюске айналады. 16 плюс 2 тең 18. Біз 16 мен 2-ні қоса қатар алғандықтан, арасындағы сандар табу керек болғандықтан бірді азайтамыз. Сонда бізде 17 бүтін сан. 15 азайтылған минус 19 тең 2 плюске айналады. 15 плюс 19 нәтижесі 34. Одан қатар азайтамыз 33. Минус 31 азайтылған минус 41. Минус 31 қосылған 41 тең 10. Одан қатар азайтамыз 9 бүтін сан бар. 25 минус 15 тең 10 минус 4 9 бүтін сан бар. 25 минус 4 тең 29. Одан қатар азайтамыз 28 бүтін сан бар. Бізде ең көп деген үшін ең көбін аламыз. Яғни бұл вариантында 33 бүтін сан шықты бізде. 14-ші есеп. Барлығы 2 мен 3-тің дәрежесі түрінде жазып жүрек. 8 дегеніміз, біз 8-ді 2-ні 3 рет көбейту арқылы 8 аламыз. Яғни ол 2-ның кубы деген сөз. 27-ні 3-ті 3 рет көбейтсе, бізде 27 шығады. Демек ол 3-тің кубы. Біз соларды жақсы шығады. 8 дегенімізді 2-ні 3 рет көбейтемін. 4 дегенімізді 2-ні 2 рет көбейтемін. 27 дегеніміз ол 3-ті 3 рет көбейтемін. Көбейтілген 9 дегенім ол 3-ті 2 рет көбейтемін. 6 соңындағы 2-ні 2 рет көбейтемін. Бізде екілердің неше дәреже шықты? 3, 4, 5, 6, 7 дәреже шықты. 2-ның 7 дәрежесі. Көбейтілген 3-тің неше дәрежесі? 1, 2, 3, 4, 5 дәрежесі. 3-тің 5 дәрежесі ретінде жазалым. Бізде қайда? 6 дәрежесі. 3-тің 5 дәрежесі бұлар. 2-ның 7 дәрежесі. 3-тің 5 дәрежесі. Жауап береді. 2, 4, 6 цифрларынан барлық цифрлары әртүрлі болатындай 3 таңбалы сандар құрыңыз. Олардың ең үлкен ортақ бөлгішін табыңыз. Біз 2, 4, 6 цифрларынан 3 таңбалы сандар құрастыруымыз қажет. Ең әуелі 2, 4, 6, 2, 6, 4, одан кейін 4, 2, 6, 4, 6, 2, 462. 6, 4, 2, 6, 2, 4, 624. Бізде бұның барлығы соңындағы жұтсан болғандықтан 2-ке бөлінеді. 2-ке бөлген кезімізде біз 246-ны 123 сан боламыз. Ал мына жерде 132. 2-ке бөлетін болсақ 213. 2-ке бөлетін болсақ 234. 642-ні 2-ке бөлсек 321. 624-ті 2-ке бөлсек 312. Енді бұлар барлығы 2-ке бөлінбейді. Дегенмен 3-ке бөлінген қасиетін еске түсіру арқылы 3-ке бөлінген екен, соны тексереміз. 3-ке бөліну қасиеті дегеніміз ол цифрларын қосуымыз қажет. Цифрларын қосу қажет. Қосқан кезде 3-ке еселі сан шығатын болса, 3-ке бөлінеді деген сөз. 1 қосылған 2 қосылған 3. Цифрларын қосқан кезде 6 шығады. Мына жерде қосқан кезде 6 шығады. Мына жерде 6, 6, 6, 6. 6 дегеніміз ол 3-ке бөлінеді. Сондықтан бұның барлығы олай болса, қосылса 3-ке бөлінетін болса, санның өзі де 3-ке бөлінетін сөз. 3-ке бөлейік, 123-ті 3-ке бөлгенімізде 41. Уже бізде 41 деген ол жай сан. Жай сан болғандықтан ол тек өзіне ғана бөлінеді. Өзіне ғана бөлінгендіктен уже арқада есептеудің мағынасы жоқ. 2-ні 3-ке бөлсек 6. Ең үлкен ортақ бөлгіші 6 екен.
16 есеп. Екі елді мекеннің арасы 8 километр. Масштабы 1/100.000. Екі елді мекеннің арасы картада қанша болатынын табыңыз. Масштабтың формуласын ескерсек, ол карта бөлінген жер. Осы жерде масштабтың мәнін қоямыз, 1/100.000. Ол тең, бізде картаны сұрап тұр, картаны белгісіз айнымалымен белгілейік. Және жер бетіндегі мәні ол 8 километр. Жауаптардың барлығында сантиметр, сондықтан біз километрді сантиметрге айналдырамыз. 1 километрде 100.000 сантиметр бар, ал 8 километрде 800.000 сантиметр. Демек, 1/100.000 ол тең x бөлінген 800.000. X-ті табуымыз қажет, пропорция құрамыз. 100.000-ды x-қа көбейтіп, 800.000-ді бөлінсек, 800.000-ді x-ті табу үшін 800.000-ді бөлеміз 100.000-ға. Артындағы 5 нөлдер қысқаратуда 8 санатты мекеннің арасында картада 8 сантиметр. Өлшемдері мен мүмкін мәндері сәйкестендіріңіз. Бірінші тізімдегі әр элементті екінші тізіммен байланыстырыңыз. Өлшемдер: Алматы мен Талдықорған арасындағы жолдың ұзындығы Алматы мен Талдықорғанның арасы негізінде жақын. Сондықтан ол километр, жолды біз километрмен есептейміз. Сондықтан километрлерді тауып алайық. 266 километр. Аға демек үшінші сәйкес келеді. 4248 километр емес, өйткені Алматы мен Талдықорғанның арасы 2 сағаттай болады. 266 километріміз дұрысырақ. Бәйтеректің биіктігі ол километр емес, ол метр, яғни 100 метр. Бұл екіге сәйкес келеді. Бұнда Г әріпі ертіс өзені, ол екі елді алып жатыр. Сондықтан оның да километрі ұзын болуы тиіс. Ертістің ұзындығы 448 километр. Екіншісі. Ал фоны біз бірден аламыз. Сонда аға 3 сәйкес, б-ға 1 сәйкес. Жауаптар қате, екеуі болады. В-ға 1 сәйкес. Қиналды қате, демек болады. Метео қызмет мәліметтерін қолдана отырып, 18 және 20 аралығында сұрақтарға жауап берейік. Бізде бір аптаның ауа температуралары көрсетілген екен. Бұл жерде хай ең жоғарғы температура, яғни жылы деген сөз. Ал ло ең төменгі температурасы, яғни суық деген сөз. Біз суықтарды минуспен белгілейміз, жылыларды плюспен белгілейміз. 18-ші сұраққа жауап берейік. Берілген мәліметтер бойынша дұрыс тұжырымдарды көрсетіңіз. Ең төменгі температурада күн ашық болды. Ең төменгі температурасы, ең суығында олай, ол минус 2, ол күніміз не болды? Ашық болды. Демек күніміз дұрыс. Екіншісі, жаңбырлы күндер көбірек болды дейді. Жаңбырлы күндер санайық, 1, 2, 3 ақ күн жаңбырлы, ал қалған 4 күні күн ашық болды. Демек, екіншісі бізге қате. Ең жоғарғы температура жаңбырлы күні болды. Ең кезді қарайық, жылы десек, жылы кезі плюс 6, ол күні жаңбырлы болды ма? Жаңбырлы емес, күн ашық болды. Демек, бұл да қате. Бізге ең дұрыс тұжырымы бірінші тұжырым. 19-шы сұрақ қарайық.
19-шы сұрақ. Қай және ло арасындағы ең үлкен айырым болды дейді. Қай дегеніміз қай ол бізде ең жоғарғы температура, қай ең жоғары температура градусы. Сәрсенбіден қарайық. Сәрсенбіде ол среда. Ең жоғарғы температурасы 0 градус. Ал ең төменгі температурасының азайтылған төменгі температурасы ол кезде минус 10. 2 минус плюс болады да. Дүйсенбіде ең төменгі температурасы, ең жоғарғы температурасы 2, одан азайтамыз, ең төменгісі минус 8 шығады, көзел тоже жоғы. Жұмада жұма ең жоғарғысы 0, одан ең төменгісі 0, 2 минус плюс 8. Бейсенбіні қарай ең жоғарғысы 4, одан азайтамыз минус 2 шығады 16 деген алады. Плюске айналады. Сенбіде ең жоғарғысы 6, ең төменгісі минус 8. Азайтылған минус 8. Плюс болады да 6-8 қосса 10. Демек жауабы ең үлкен айырым болды дейді. 16. Демек жауабы екен. 20-шы сұраққа кезек берсек, соңғы 5 күндегі ло мәндерін қосып 5-ке бөліңіз. Ло мәндері дегеніміз ең төменгі температурасы. Соңғы 5 күнді істейік, яғни жексенбіден бастап істейік. Минус 6 қосылған минус 8, одан кейін қосылған минус 8, қосылған минус 12. Неше күн болды? 1, 2, 3, 4. Және ең соңғысы ол минус 10. Бізде мына жақшаларды ашқан кезде минус 6, минус 8, минус 8, минус 12, минус 10. Барлығы минус болғандықтан барлығын қосайық. Барлығын қосқан кезде бізде 44 шығады. 44-ті енді 5-ке бөлеміз. Минус 44-ті 5-ке бөлсек, минус 8,8. Жауабы В болады. Келесі сұрақ. Бізде 20-ші сұрақ. Жоғарыдағы суреттен сәйкесінше ағашы бар алаңның, боялған алаңның және ақ алаңның қатынасын табыңыз. Бірінші бізде ағашы бар алаңды сұрады. Ағашы бар алаңды санайық. 1, 2, 3, 4 алаң. Ағашы бар алаң. Және боялған алаңдар сұрады. Боялған алаңның 1, 2, 3, 4 тоже. Ал қалғаны ашық алаңдар санады. Ақ, яғни 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ашық алаңдар 8 екен. Жауаптарда бұндай жауап жоқ. Сондықтан бұлардың барлығын қысқартамыз. Барлығы 4-ке бөлінеді. 4-ке бөлгенімізде 1, 8-ді 4-ке бөлсек 2. Ал енді бұндай жауап бар бізде. Ол бар. 22-ші сұраққа келейік. 1x бір өлшемді шаршылардан құралған. Шаршыларды біз білеміз. Барлық қабырғасы тең. Сондықтан бұлардың қабырғасы 1. Яғни бұндай бір ұзындығы 1-ге тең болатын шаршылардан 5x 5, яғни 1, 2, 3, 4, 5 қабырғасы 5 болатын шаршылар және қабырғасы 4 болатын шаршылар құрастырылған. 5x 5 өлшемді шаршыға қанша әртүрлі 4x4 өлшемді шаршы салуға болады? Біз 5x5-тің шаршына салды және оған
ішіне 4х4-ті, ұзындығы 4 болатын шаршылар санауымыз керек. Ол не? Мына жерде бір шаршы пайда болды. Екінші шаршы. Мына жерден алсақ болады. Яғни ұзындығы бізде 4. Үшінші шаршыны алсақ болады. Ол және төртінші шаршы. Шаршы ол бұл шаршыларымыздың ұзындығы 4. Біз 4х4 өлшемді шаршыға салуға болатынын көрсеттік. Және де неше шаршы салуға болады екен? Бір жасылдар, екіншісі, мынау сарылар, оранжевылар, үшіншісі, және фиолетовый күлгін түстілері, ол төртіншісі. Демек, 4 шаршы сыйдыруға болады екен. 4 шаршы санауға болады екен. Жауабы 4. 23-ші сұрақ. Дұрыс тұжырымды анықтаңыз. Кез келген теріс сан 0-ден кіші. Бұл рас. Яғни 0-дің олардың барлығы теріс сандар сол жағында жатады. Біріншісі дұрыс. -15-тен үлкен 14 теріс бүтін сан бар. -15-тен үлкен. Бары аяғы оң жағындағылар олар. 0-ге дейін неше сан бар? 14 сан бар. Демек 14 теріс бүтін сан бар. Үлкен. Бұл да дұрыс. 14 теріс сан бар. Бірден бастап. 14-ге дейін санасақ 14 шығады. Барлық бүтін сандардың модулі 0-ден үлкен. Бұны тексеріп көрейік. 0-ден үлкен. Модульден секретарьден минустан шығады. Алып көрейік -10-да 0-ден үлкен. Әрине. Бірақ барлық бүтін санды. Бізге бүтін санға 0-ді де жатқыза аламыз. Сондықтан 0 үлкен 0 бола алмайды. 0-мен 0-іміз не негізінде тең. Демек, үшінші тұжырымы 1 мен 2-ші тұжырымы ғана дұрыс. 24. Қай нұсқада 2 жұлдызшаның орнына қосу таңбасын қою қажет. Қосу таңбасын қойып, 4,3 қосылған 1,8. 4,1-ге 1,1 қоссақ, 5,1. Мына жерде алып 2,1 деп қойған. Демек, мынауымыз қателес. Бірінші тұжырым қателес. Қос плюс 3,1 минус плюс 2,8 тең 3,1, мұны екеуі минус болады. Минус 2,8. Бұл жерде азайтып көретін болса 0,3. Бұның таңбасы плюс өткен 3,1 үлкен. Үлкеннің алдында плюс таңбасы. Бізде мұна жерде минус таңбасымен көрсеткен, демек үшінші тұжырымда қате. Енді қалғаны бізде екінші тұжырымда қате, енді қалды үшінші тұжырым плюс қойып. Сонда 3,1 минус плюс 1,5. Бұл екеуі минус болады. 3,1 минус 1,5 азайтқан кезде 1,6. Бұл тұжырым дұрыс. Үшінші ғана дұрыс. Жауабы. Келесі сұрақ 24.
24 25 сұраққа келдік. Жоғарыдағы суретте 1-ден 6-ға дейін цифрларды үшбұрыштардың ішіне жазамыз. Цифрлардың орналасу себебі шыққан саннан тілшесі көрсетілген санның бөлгіші болмау керек. Мысал көрсетіп қойған. 2 шыққан саннан тілшесі көрсетілген санның бөлгіші болмау керек. 2 3-тің бөлгіші емес. 3 тек 1-ге бөлінеді, 3-ге бөлінеді. Ал 2 3-тің бөлгіші. Сондай 1 бұл 6-ның бөлгіші емес. 6-да былайша айтқан кезде 1-біріне бөлінбейтін сандар. Енді біз мына жерге 2-ге 1 2-ге бөлінбейді. Әмінде жерге 6-ны жазсақ, 3-ті жазсақ, 4 қалды. Бірақ бізде 6-ның бөлгіші 3. 6 3-ке бөлінеді. Демек, мына жеріміз дұрыс емес. Басқаша көреміз. Мына жерге 1-ді көрейік, 5-ті көрейік, 3 болсын. 6 болса, 4 болсын. Енді 1-біріне бөлінеді. 1 6-ға бөлінеді. 1 5-ке бөлінеді. Енді дұрыс болды. 6 26-шы сұраққа келдік. Сұрақ: Айша алма бәлішін жасауға шешімін қабылдады. Алманың жұмыртқаға қатынасы 7-те 3-ке тең екенін білді. Ал жұмыртқаның қантқа қатынасы 5-тен 6 екенін білді. Қанша қант қолданылды? Бізде алманың салмағы көрсетілген. Алманың жұмыртқаға қатынасы 7/3. Жұмыртқаны X айнымалысымен өрнектейік. Алманың мәні 280 грамм. Шығады 3-тен 7. Пропорция құрамыз 7x 280 көбейтілген 3. X-ті табу үшін 280 көбейтілген 3-ке бөлеміз 7-ні. 28-мен 7 қысқарады. 4. Мына жерде 0 қысқарған жоқ. 40 көбейтілген 3 тең 120. Бізде бұл жұмыртқа. Жұмыртқаны таптық. Ал жұмыртқаның қантқа қатынасы 6/5. Жұмыртқаны таптық біз. 20 қантты Y айнымалысымен белгілейік. Көбейтеміз. 6 120 көбейтілген 5. Y тең 120 көбейтілген 5 бөлінген 6. 12-мен 6 қысқарады. 2 20 көбейтілген 5 тең 100 грамм. Бұл бізде қант. Жауабы 100. Сонда қантты таптық, біз сол 100 грамм.
27-ші сұрақ. Бөтелке ерітіндімен толтырылған. Алдымен бөтелке 4-тен 1-ге, содан кейін 4-тен 3-ге толтырылды. Бөтелке жартысына толған кезде оның салмағы қанша болды? Мына жерде бір бөлігі ол 2,670 килограмм екен мұндан. Ал 3 бөлігі 5,210 килограмм. Біз мына бір бөлікті әкеліп толықтыратын болсақ, бөтелкеміз толады. Мына жерге. Демек, екеуін қосқан кезде общий бөтелкенің салмағы шығады. 0,887. 7,880. Ал бізде жартысына дейін толтырылған деп тұр. Ол жартысы дегеніміз мынандай екі ашық. Общий барлығы 4-еуі 7,880 болса, сол 7,880-ді бөлеміз 2-ге. Бөлу барысында біз 3,940 санын аламыз. Жауабы С. Шамамен 50 жыл бұрын бір қалада температура бір күнде қатты өзгерді. 14-ші қаңтардағы температура 15-ші қаңтарда қанша төмен болды? 14-ші қаңтарда -48, ал 15-ші қаңтарда 9. Қанша төмен болды? Десе азайтамыз. Мына жерде 2 минус қосылып кетеді, сонда минус 7 градус. Жауабы С. Жиырма тоғызыншысы. Суретте аралар ұясында өмір сүруіне жеткілікті температурасы көрсетілген. Яғни минус 12,4 градус болды. Аралар өмір сүре бастау үшін температураны қанша градусқа көтеру керек? Жауапты бүтін сандармен көрсетіңіз. График. Координаталық өспен түсіндірген сұрақ. Аралардың ұясында минус 12,4 градус суық. Аралардың өмір сүруі 6-дан үлкен градуста, 7 градус. Не болмаса 6,1 градус. Әйтеуір 6 градустан асса болды. 6-ны белгі. 0-ге дейін біз плюс 12,14 градусқа жылытуымыз керек. Ары қарай плюс 6 градус жылытуымыз керек. Яғни 6-ға жеткіземіз. 6 градусқа тең демеген үшін біз сразу 7 градусқа жеткізе саламыз. Сонда 12,14 қосылған 6 қосылған 1 бізде 19,14 градус шықты. Бұны жуық шамада 4 кіші рис болғандықтан бұлымыз 19 градусқа жақын. Демек сразу 19 градусқа жылыта салсақ, араларымыз өмір сүруі оңайлайды. Төмендегі мәселе есеп пропорция арқылы шығарылады. Есептегі қандай екі шама кері пропорционал тәуелді болады? Көлік бір қаладан екінші қалаға 8 сағат ішінде 75 км/сағат жылдамдықпен жетеді. Ал жылдамдығы 60 болатын болса, онда ол қанша сағатта жетеді? Жылдамдығы азайса, онда уақыт көбейеді. Ал жылдамдығы
көп болатын болса, жылдамдығы едәуір жылдам жүретін болса, онда уақыт аз болады. Демек бұл кері пропорция. Бізде тәуелді бұл жерде жылдамдық пен уақыт бір-біріне тәуелді. Егер уақыты көп болатын болса, жылдамдығы аз деген сөз, ал жылдамдығы көп болатын болса, уақыты аз деген сөз. Бір-біріне кері пропорционал. Біздегі сұрақта кері пропорционалды болады. Жауаптардан дұрыс тұжырымды анықтайық. Жылдамдық және уақыт бұл дұрыс. Жылдамдық және арақашықтықтың ешқандай қатысы жоқ. Сол бір арақашықтық. Қанша уақытта жетсек те өзіміз білеміз. Уақыт және арақашықтық дейді. Бұл да сол сияқты арақашықтықтың ешқандай қатысы жоқ. Сол арақашықтықты біз қанша уақытта жеткіміз келеді, қанша жылдамдықпен жүргіміз келеді, оны өзіміз білеміз. Демек бұл жерде жылдамдық және уақыт бір-біріне тәуелді екен. Жауабы А. Бірінші тұжырым дұрыс. Жақсы оқушылар, сіздермен үлгісі 3-ті талдап бітірдік. Келесі үлгісі 3-те жақсы, сәтті тапсырып шығуларыңызға тілектеспіз. Аман сау болыңыздар.